Планетамыз бетпе-бет келіп отырған үш жаһандық дағдарыстың бірі биологиялық әртүрліліктің тез жойылуы. Бұл біздің планетамызда өсімдіктер мен жануарлардың алуан түрінің азайып бара жатқандығының көрінісі. Бұл жай ғана статистикалық факт емес. Бұл біз тыныс алатын таза ауадан бастап бізді қоректендіретін құнарлы топыраққа дейін жер бетіндегі тіршілікті қамтамасыз етіп тұратын жүйенің өзіне қауіп төндіреді. UNDP supports governments globally in enhancing policies and laws for biodiversity conservation and sustainable resource management. We aim to create systemic changes to prevent biodiversity loss by aligning efforts through the national biodiversity strategies and action plan, nationally detailed contributions, and the national adaptation plan, enabling Kazakhstan changes effectively. Әрбір ел биологиялық әртүрліліктің ұлттық стратегиялары мен іс-қимыл жоспарын қабылдайды. Олар осы елдердің жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарлар түрлерін, экожүйелерді қорғау жөніндегі міндеттемелерін қамтиды. Әрбір құжат белгілі бір ел аумағындағы экожүйелердің бірегейлігіне және олардың табиғи мекенде ортасын сақтауына қауіп төндіретін нақты мәселелерге негізделе отырып жасалады. Стратегиялар мен жоспарлар табиғатты қорғау бойынша күш-жігердегі ашықтық пен жауапкершіліктің маңыздылығын айқындайды. Национальные цели по сохранению биоразнообразия в Казахстане устанавливаются на основе международных обязательств, национальных приоритетов и научных данных. Приоритетными задачами концепции являются увеличение территории особо охраняемых природных территорий за счет создания новых и расширения существующих. Среди приоритетных задач это увеличение особо охраняемых природных территорий с 38 миллионов гектар до 34 миллионов гектар к 2035 году. Также увеличение лесопокрытой площади Государственного лесного фонда с 13,7 миллионов гектар до 14,7 миллионов гектар также к 2035 году. В концепции также есть много внимания уделяется именно реинтродукции краснокнижных животных. Казахстан поддерживает все международные инициативы, принятые обязательства, поэтому этот документ позволит лучше осуществлять все намеченные цели и задачи. Қазіргі уақытта Қазақстанда үлкен өзгерістер болып жатыр. Республикада саяси жаңартулар орын алып отырғандықтан заңнамалар жетілдіріліп жатыр. Оған қоса, адамдардың да қоршаған ортаны қорғауға деген белсенділігінің артуы арқасында табиғатты қорғау стратегияларын дайындаудың жаңа жолдары ашылып жатыр. Бұл жетістіктер планетадағы барлық тіршілік иелерін қорғауға мүмкіндік береді. Бірақ бұл үшін жануарлар мен өсімдіктерді қорғап қана қоймай, климаттың өзгеруімен күресіп, топыраққа күтім жасау қажет. Our whole of government and whole of society approach involves all sectors, including civil society, and prioritizes gender considerations to ensure biodiversity conservation meets everyone's needs. We focus on mobilizing funds through innovative mechanisms and solutions. The Global Biodiversity Framework seeks to raise $200 billion annually. We strive to close the financial gap with help from private sector and international donors. Ғасырлар бойы қазақ халқы табиғатпен біте қайнасып өмір сүрді. Алайда бүгінде урбанизация мен индустрияландырудың қарқынды дамуы бұл тепе-теңдікті бұзды. Соңғы кездері болған табиғи апаттар, су тасқыны мен өрттер біз дұрыс бағыттан ауытқып кеткеніміздің айқын белгілері. Бұл оқиғалар үлкен материалдық шығын ғана келтіріп қойған жоқ, сондай-ақ құнды экожүйелердің жоғалуына да әкеліп соқты. Саясаткерлер, қауымдастықтар мен жалпы қоғам барлығы биоәртүрлілікті қорғауды болашақ ұрпақтың өмір сүруінің қажеттілігі ретінде бірінші орынға қойып отыр. 2023 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының даму бағдарламасының қолдауымен биоәртүрлілікті сақтау және орнықты пайдаланудың 2025-2035 жылдарға арналған тұжырымдамасы стратегиялық құжатын әзірлеуді бастады. Ол алдағы 10 жылдағы табиғатты қорғаудың негізгі бағдарламасына айналады.
Бұл Kunming Monreal био әртүрлілік бойынша жаһандық негіздемелік бағдарламасы аясындағы халықаралық мақсаттарға қол жеткізуге көмектеседі. Барлық секторларда орнықты дамуды ілгерілетеді және био әртүрлілікті ұлттық прогрестің негізгі элемент ретінде қамтамасыз етеді. Концепция по сохранению биоразнообразия – это будет документ высокого уровня, утвержденный премьер-министром нашей страны. И очень важно понимать, что концепция разрабатывается не как отраслевой документ на исполнение Министерства экологии и природных ресурсов. Этот документ будет на уровне правительства, и в нем ответственными исполнителями будут не только органы в области экологии, охраны биоразнообразия, но и также более широкий круг государственных органов, отвечающих за развитие сельского хозяйства, за развитие инфраструктуры и других смежных вопросов, развитие которых влияет на сохранение биоразнообразия нашей страны. При разработке концепции сохранения биоразнообразия нами рассматриваются вопросы не только которые срочного порядка, которые требуют неотложных мер решения. То есть мы именно заложили в реализацию концепции нашей долгосрочные мероприятия. И в плане мероприятий у нас как раз-таки стоит разработка таких подходов, методологических подходов для решения такого комплексного подхода по вопросам инвентаризации и мониторинга растительного мира. Но если говорить о чужеродных видах, инвазивных видах, то у нас, в принципе, эта работа еще на начальном этапе. Нами сейчас только сделана черная книга по Алматинской области. В целом же у нас задача провести такую работу по всему Казахстану. Био әртүрлілікті сақтау бұл жай сөздер емес, нақты іс. Қазақстанда қазірдің өзінде осы бағытта көптеген қадамдар жасалуда. Жаңа қорғалатын аумақтар құру, сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлердің қалпына келтіру бағдарламалары әзірленіп, экологиялық таза технологиялар енгізілуде. Қазақстан планетамызды қорғап, болашақ ұрпаққа аманат ету үшін басқа елдермен бірлесіп әрекет етіп жатыр.